суды құйған кезде майды араластыруға болады. Алдын ала майды құймаймыз, өйткені майды құйсаңыздар нандарыңыз бірікпей қояды. Сол себепті тұзды суға араластыратын боламыз. Қамырын дайындап алдық. Иығы қанғанша илеп аламыз жақсылап. Иығын қандырғаннан кейін қойып қоямыз. Қамыр өте жұмсақ, бұл жайылғанда. Бір-біріне жабыспайтын қамыр болады. Негізі жұмыстан келген кезде шаршап келесің ғой. Алдыңнан балаларың шығып, «Мама, қайда кешігіп кеттің?» деп іздеген кезде шаршағанның бәрі тоқтап қалады. Балаларың үшін дәмді тамақ істеуге дайын тұрасың. Осылай төңкеріп қоямыз. Енді осылай төңкеріп қойғаннан кейін фаршын дайындай береміз. Пока иығанғанша. Енді фаршын дайындаймыз. Мен негізі фаршқа көп нәрсе қоспаймын. Мысалы картошка қоспаймын, өйткені картошка мантыны құрғақ дәмін кетіріп тастайды. Сондықтан мен бірінші бұған жуа, тұз және де май и су қосамын. Неге су қосамын? Өйткені су мантыны сочный қылып көрсетіп тұрады. Ал май мен су екеуін араласқанда өте жұмсақ болып асқазанға жақсы қорытатын болады. Мынау оливковый маслоны қосамын. Енді жуаны мен қолдан тураймын. Осындай тұз араластырамыз, көп емес, азын аулақ. Және де май араластырамыз. Кішкене су құямын. Өйткені су қосса жұмсақ болады, және де жуаны турап салатын боламын. Жұмыста жүріп, нәрсеге қол тимей кетеді. Бүгін мамаға жасап берейін деп шештім. Сол рецепті сіздермен бөлісіп жатырмын. Мінекей, жуаны ыстайын. Арасында үлкенде болып кете береді, ол тұрған нәрсе жоқ. Самое главное, жуа көккіндік болып суан түспесе болғаны.
Қамырымыз жайылып болды біреуі. Енді осыны екі түрлі қылып жасауға болады. Біреуін төртбұрышты күйінде айналдырып гүл қылып жасауға болады. Екіншісін формада домалақ қылып жасап гүл қылуға болады. Қазір енді оны біз жинап алып кесетін боламыз. Бұны екі түрлі жасайық қазір. Мантымыздың қамыры дайын болғанша суын қайнатып қойып қоямыз. Және бұл жерден артық шыққан қамырды біз басқа тамақтарға дайындасақ болады. Қазір енді мен артық түз емес жерлерін кесіп алып тастаймын. Мантының қамыры кішкентай болу керек, себебі бұл гүлді мантыға жатады. Міне, қазір енді осыны дайындаймыз. Дәл осылай дайындап аламыз. Егер асығыс емес болсаңыз, асықпай жасауға болады. Өздеріңіз көріп отырғандай бірінші мен фаршты мындай дайындап аламын. Сөйтіп әрқайсысын естіп қойып
başladı. Негізі басып алған дұрыс ортасын. Неге өйткені ортасы басылса ажырап кетпейді. Сол сияқты басып қойған дұрыс. Міне осылай жалғастырып кете береміз. Піскен кезде мынаның бәрі өзі түсіп былай түседі. Осылай болып дайындаламыз. Бәрінің ішіне еттерін қойып шығамыз. Ет кішкентай болып көрінгенменен, мынау қазір өзі бұрылған кезде үлкен болады. Қатты үлкен қажет емес еттерін. Осылай дайындап аласыздар да. Енді қараңыздар, былай арасын бүйтіп бұраған кезде ортасын басып отырамыз. Неге? Өйткені ортасы ашылып кетпеу керек. Мына осылай гүлді манта жасап шығарамыз. Кейін екінші қамырын жайып қалғандарын домалақ күйінде дайындайтын боламыз. Енді мантаваркамыздың бетін майлап. Мен бұл қосында оливковый масло пайдаланамын. Соның ішінде майда да пайдалансаңыздар болады. Оливковый пайдаланатын себебім өйткені ішкі ағзаға пайдасы бар болғандықтан осындай оливковый маслоны дайындаймын. Қатты бір-біріне қатты жақындатпаймыз. Міне осындай болып шығады.
Енді мен екінші түрін дайындаймын. Артылған қамырды басқа үйге жіберіп, басқа табаққа дайындасаңыз да болады. Яғни басқа тамақтарға кеспе көже дайындап, немесе тағы да ертесіне пельмен жасап жесеңіз де болады. Так, енді бұл қамырлардың арасына ашамыз. Аралары жабыспайды. Қамырымыз қатты болса, Ал енді осыларға етімізді салып шығамыз. еті көрініп тұратын манtar. Қалғанын толықтырамыз қазір. Мінекей достар,
біздің осындай мантымыз дайын болды. Осындай кішкентай ғана қарапайым столды балаларыңызға қуантып жасасаңыздар болады. Осымен видеомыз өзінің мәресіне жетті. Алғашқы ендігі уақытта сіздерде тағы да басқа да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Яғни мантының тағы да басқа түрі бар, сонымен бөлісетін боламын, манпармен бөлісетін боламын, қалай дайындау керек екенін. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Егер де сіздерге менің осы қарапайым кішкентай ғана столым сіздерге ұнаған болса, комментарий қалдырыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.